Қазақстан жыл басынан бері мұнай және газ конденсатын өндіру көлемін 82,2 миллион тоннаға дейін ұлғайтты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8%-ке артық. 64 миллион тоннадан астам мұнай және 5 миллиард текше метрден артық табиғи газ экспортталды. Отандық мұнай өңдеу зауыттары қаңтар-қазан аралығында елімізде 11 миллион тоннадан артық мұнай өнімдерін өндіріп, жоспарды асыра орындады. Жыл қорытындысы бойынша 13,5 миллион тоннаға жуық мұнай өнімдерін өндіру жоспарлануда. Энергетика министрлігі салаға қатысты жыл қорытындысын жариялады. На сегодняшний день уже транспортировано более 50 миллионов тонн. Бүгінде 50 миллион тоннадан астам қазақстандық мұнай тасымалданып үлгерді. Баламалы бағыттарды дамыту бағдарламасы аясында, атап айтқанда халықаралық көлік дәлізі арқылы қазақстандық мұнайды Баку, Тбилиси, Джейхан құбыр жүйесі арқылы өткіздік. Оның қуаттылығы жылына 1,5 миллион тонна. Әзербайжандық әріптестермен қазақстандық мұнайды Баку Супса мұнай құбыры арқылы тасымалдау мәселесінде талқылап жатырмыз. Табиғи газдың қосымша көзіне Батыс Қазақстан облысындағы Рашковская кен орны айналады. Ол биыл пайдалануға берілді. 2040 жылға дейін мұнда 14,2 миллиард текше метр шикі газ және 7,1 миллион тонна конденсат өндіру жоспарланып отыр. Сонымен қатар 2023 жылы оңтүстік Ақсай мен Шығыс Өріктау кен орындары пайдалануға берілді. Геологиялық барлауға келер болсақ, инвестиция көлемі ақш валютасында 9 миллиардты құрайтын жер қойнауын пайдалану жөнінде 5 келісімшарт жасалды. Сондай-ақ Біріккен Араб Әмірліктерінің энергетикалық компаниясымен табиғи уранды жеткізу бойынша тарихтағы алғашқы келісімшарт. Сондай-ақ Қытайдың энергетикалық компаниясымен табиғи уранды жеткізу бойынша ұзақ мерзімді келісімшарт жасалды.